қазір Ақтөбе қаласын қамтамасыз ету үшін тағы да жалпы 50 шақты автобус керек. Енді бізде бірінші аймақтарда қаланың ішіндегі айтып тұрған батыс екіге байланысты біраз сұрақтарымыз тұр, Сүйчеға байланысты біраз сұрақтарымыз тұр. Сондықтан бүгінгі халыққа жағдай жасауға байланысты күн тәртібінде тұрған сұрақтар бар. Сондықтан ең бірінші тез арада шешілетін сұрақтардың бірі компаниялармен келісіп осы қалаға автобустармен қамтамасыз ету. Мен халықтың кездесу барысында ситуационный центр дейміз ғой, соған байланысты көптеген енді халықтың бүгін сұраныстары бар. Сондықтан осы автобустар тез уақытта қамтамасыз етуге шешім қабылданды. Соның алдында легі бүгін келіп жатыр. Сондықтан халыққа тез жүретін, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, уақытылы жететін автобустар керек. Соның бірі Ютон, өзіміз Қазақстанда шығаратын автобустардың бірі, соны қамтамасыз етіп жатырмыз. Сондықтан халыққа жағдай жасау керек. Людям просто нужны условия, во-первых, комфорт. В первую очередь должен быть комфорт для водителя. Во-вторых, это должен быть, потому что это вопрос безопасности пассажиров. Во-вторых, должен быть комфорт в отношении пассажиров. До 50 автобусов, я думаю, необходимо обеспечить, поэтому в первый квартал следующего года, я думаю, еще где-то около 10 будет обеспечено, но будем снимать эту проблему. Поэтому вот такая задача сегодня.